Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Алжир мемориалды мұражай кешені Циноград аудандық кітапханасымен бірігіп, ұлы ғұлама, ғалым, энциклопедист және де екінші ұстазымыз Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған кітап көрмесін тамашалаңыздар. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін біз сіздермен Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған кітап көрмесімен танысамыз. Тарихтағы ұлы тұлғалардың бірі, өркениеттің қалыптасуында өлеулі еңбектердің авторы, күллі ғаламның екінші ұстаз ғұламасына атанған, батыс пен шығыстың бас идіреген ғалым, философ Абу Насыр Әл-Фарабидің тарихтан алар орны айрықша. Тарихи деректер бойынша Әл-Фараби Фарабтың өзінде емес, Сырдарияның сол жағалауында орналасқан Фараб маңындағы Бесиш қаласында туған. Қалашық 8-15 ғасырларда өмір сүрген, уақыт өте келе Бесиш ұмытылып, асқан ғұламына отаны Фараб саналып кетті. Әл-Фараби өмір сүрген уақытта қазақ, өзбек деген болған жоқ. Бірақ Әл-Фараби қазақ жерін мекендеген түркі тайпасынан шыққан. Фарабидің 1150 жылдығына арналған 7 томдық кітаптар шығарылған. 2019 жылы баспасөзде шығарылған Әл-Фарабидің 7 кітаптары: Қайырымды қала, философиялық трактаттар, әлеуметтік этикалық трактаттар, музыка туралы үлкен кітап, ғылым туралы кітап, ой сана туралы кітап. Ұстаздың оралуы бұл Ануар Әлімжановтың кітабы, Әл-Фараби туралы кітап. Биылғы бір ел бір кітап акциясында бұл кітап күлі жалпы оқырманға арналған. Бір ел бір кітап болып оқылып атқан кітап. Және де осы 7 кітап орыс тілінде де шыққан. Добродетельный город, философские трактаты, социально-этические трактаты, большая книга о музыке, естественно-научные трактаты, книга букв, книга о разлуке. Және ағылшын тілінде 2 кітап шығарылған, 2 том шығарылған. Осы 7 томның 2 томы. Және Әл-Фараби туралы, оның туралы толық мәлімет энциклопедияларда берілген. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы және Қазақстан тарихы энциклопедия анықтамалықта толық осы біздің ойшыл ұстаз туралы айтылған. Ендігі біздің таныстыратын кітабымыз араб тілінен аударылған музыка және оның музыканың бөлімдері туралы трактаттар. Бұл кітап 1993 жылға шығарылған кітап, аудармалы кітап. Мінеки сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ендігі біздің айтып кететініміз, осы бүгінгі көрмеде тек қана кітаптар туралы айтпаймыз. Бұнда газет, журнал мақалалары да бар. Оның арасында қазақ топырағында туылып, Қыпшақ руынан шыққан деген мақала. Бұл мақала бізде Мөлдір бұлақ деген журналда басылған, 20 жылы шыққан, номер 4. Абу Насыр Әл-Фараби таңдамалы трактаттар. Трактаттар ғылым сатылары туралы кітабы былай дейді. Біз бұл кітапта мәшһүр ғылымдары біріншіден соң бірін тізім, ғалымдардың әрқайсысымен ғалымдардың әр бөлімі қамтынының бәрін және сол бөлімдердің құрамында бардың бәрі түсіндіруге талпындық. Бұл трактат 5 бөліктен тұрады. Біріншісі тіл білім және оның бөлімдері, екіншісі логика және оның бөлімдері, үшіншісі математика және оның бөлімдері, төртіншісі физика және оның бөлімдері, бесіншісі азаматтық ғылым оның бөлімдері. Абу Насыр Қайырымды қала. Музыка туралы кітап. Әлеуметтік этикалық трактаттар,
кітапта Әл-Фарабидің ақыл парасаты адамға ең биік кемел ойға жету үшін берілген деген сөзінен басталады. Абу Насыр Әл-Фараби 3 том логика. 10 томдық кітаптардың арасына кіретін 3 томы логика. Бұл басылымның 3 томына ойлаудың әдістері мен ережелері, ой мен ұғылымды бірнеше туралы ілім ретінде қазіргі логиканың негізгі қалайшы дәстүрлі классикалық логиканың жүйесі құралған. Қазақ халқының философиясы, философиялық мұрасы. Қазақ халқының философиялық мұрасы кітапта Абу Насыр Әл-Фараби Платон мен Аристотельдің философиялық көзқарастары, ғалымдардың жіктектері мен логикалық мәселелеріне талдарған. Абу Насыр Әл-Фараби 10 томы Әл-Фарабидің мұрасы, қазақстандық философиялық зерттеулер. Абу Насыр келер ұрпаққа өте бай мұра қалдырған. Әл-Фараби философиясы шығармашылық жинағы 7 том. Птолемейдің Алмагесіне түсініктемелер бұл кітапта астрономиялық дамуы мен оның философиялық мәселелері көтерілген. Әл-Фараби и развитие восточной философии деген кітап. Коллективтік монография Әл-Фарабидің рухани мұрасына, жалпы шығыс философиясының дамуына арналған. Әл-Фарабидің 1150 жыл Ұлы ұстаз тағылымы Иман журналында мақала, номер 11 Иман журналында 20 жылғы. Енді айтып кететініміз мақала ұлыны ұлықтау ұлттық парыз деген. Бұл мақала Парасат журналында басылған. Енді Аңыз адам деген журналында бізде осы Әл-Фараби туралы 2011 жылы журнал мүлде барлық беттері осы Әл-Фарабиға арналған журнал. Өмір баяны, бұның ішіне бірнеше мақалалар енген, Әл-Фараби туралы айтылған неше түрлі біздің жазушылар, одан журналистар мақала жазған. Соның туған қаласы туралы, философиялық трактаттары туралы, енді жалпы өзі туралы арналған журнал. Осымен енді біздің кітап көрме аяқталды дейміз. Сіздердің назар аударуларыңызға көп рахмет.